Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен алғаш жасағаннан ақ дәл осылай көтеріліп биік болып шығатын бисквиттің рецептісімен бөлісемін. Өзі ең қарапайым ингредиенттерден жасалынады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Және де менің каналыма тіркеліп қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен іші таза құрғақ ыдысымызға 5 жұмыртқамызды салып, оның үстіне шекерімізді саламыз. Миксердің ең жай жылдамдығымен массамыз ағарып, көпіргенше ұлғайғанша жақсылап тұрып миксерлейтін боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай жұмыртқамыз дәл осылай ағарып, көпіріп, ұлғаюы қажет. Массамыз жақсылап араласқаннан соң ұнымыздың үстіне ас содасын салып, ұнымызды електен өткізіп, бірнеше бөлікке бөліп, осы массаның үстіне қосатын боламыз. Ұнды қосқан кезде миксерлеудің қажеті жоқ, осылай лопаткамен араластырсаңыздар жеткілікті. Біздің массамыз дайын болды. Енді арнайы формамызға саламыз. Менде осындай кольцо. Дәл қазір менде фольга қағазы болмағандықтан пергамент қағазын қолданып жатырмын. Осы формамыздың ішіне массамызды құямыз. Алдын ала қызып тұрған печкеде 170 градуста 40-45 минутта пісіріп алатын боламыз. Піскендігін ағаш таяқшамен тексеріп көрсеңіздер болады. Достар, көріп тұрғандарыңыздай бисквитіміз дайын болды. Менде ровно 45 минутта пісіп көтеріліп шықты. Өте биік әрі жұмсақ болып шықты. Дәмі де өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Бұл бисквитке өзіңіздің қалаған креміңізді жағып, торт жасасаңыздар болады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Және де видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Әсел, баршаларыңызға рахмет.